дұрыс айтасыздар. Малдың төлдері. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұл малдың төлі. Бүгінгі сабақта тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріп үйренесіздер. Және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрацияларды орналастыруды білесіздер. Кесте толтыруды үйренесіздер. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері. Құлын, жеребенок. Бота, верблюжонок. Бызау, теленок. Қозы, ягненок. Лақ, козленок. Жақсы. Енді мына тапсырманы қарайықшы. Суретке назар аударыңыздар. Суретте не көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар, үй жануарлары. Түйе, жылқы, қой, сиыр. Ендеше осы үй жануарларының төлдерін табу керексіздер. Жақсы. Ендігі тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті қосымшаны жалғап жаз. Мысалы, қойдың төлі қозы. Бұл жердегі жалғау дын және ы. Жақсы. Енді дұрыс жауаптарын қараңыздар. Дұрыс істеді деген үміттемін. Қойдың қозысы, ешкінің лағы, жылқының құлыны, түйенің ботасы, сиырдың бызауы. Жақсы. Енді мына мәтінді тыңдайық және сұрақтарға жауап берейік. Біз малдың төлдерін жақсы көреміз. Маған құлын ұнайды, ал ағама бота ұнайды. Қарындасым қозыны жақсы көреді. Ініме бұзау мен лақ ұнайды. Төлдер әдемі, сүйкімді, олар шөп жейді, ойнайды. Енді сұрақтарға жауап беріңіздер. Маған не ұнайды? Ағама не ұнайды? Қарындасым нені жақсы көреді? Ініме нелер ұнайды? Төлдер қандай? Саған малдың төлдері ұнай ма? Жақсы. Ендігі сұрақтың жауаптарын тексеріп көрейікші. Маған құлын ұнайды. Ағама бота ұнайды. Қарындасым қозыны жақсы көреді. Ініме бұзау мен лақ ұнайды. Төлдер әдемі, сүйкімді. Маған малдың төлдері ұнайды. Жақсы. Келесі үй тапсырмасын жазып алыңыздар. 5-ші жаттығу 12-ші бет. 5-ші жаттығуда көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жазу керек. Бұл жаттығуды жаңағы мәтінге сүйеніп жасауларыңызға болады. Мысалы, әлібекке не ұнайды? Құлын ұнайды. Дұрыс айтасыздар. Ол жылқының төлі. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.